Қазақстанның экономикасы туралы біраз айтыңыз. Қазақстанда экономика дейтін экономика бар ма? Жоқ. Мұнай газдан түскен табысты, жер ресурстарынан түскен табысты жоғарыдағы сұмырайлар алып отыр. Мына Азаттық радиосында Дубайда Қазақстан деген видеоны көріңіздер деп мен қаншама ұсыныс айттым, бөлістім де Telegram, WhatsApp каналымда. Соны көріңіздер. Бүкіл байлықты, бүкіл Қазақстанның шенді-шенеуніктері Дубайдан үй, катер, вилла сатып алып жұмсап жатыр. Содан қалған жұғылды тиімді халыққа беріп отыр. Түркиядағы атысты кім ұйымдастырды дейді. Түркиядағы атысты мен білмеймін. Бірақ кезінде Ердоған Түркияда болған сәтсіз аяқтаған саяси төңкерісті Петқолла Гүленге артты, сөйтіп Петқолла Гүленшілер жаппай тұтқындады. Ол шынында Петқолла Гүленшілер жасады ма? Ердоған өзінің саяси қарсыласын жаныштау үшін оны қолдан өзі ұйымдастырды ма, мен білмеймін. Бірақ Түркия осы Петқолла Гүлен дейтін діни сипат алған саяси сектаның осы оқиғасынан кейін-ақ біз ойлайтын мұсылман елдерінде ешқашан бір демократиялық жүйе орнамайтындығын дәлелдеп қойған сияқты болды. Мысал қараш, Еуропа мен Америкада діни секталар бар ма? Иранда діни секта билікке келді. Мысалы, Аятолла Хомейни 79 жылы Иранда діни төңкеріс жасады. Қытайда Фалун Гонг дейтін дін, буддизмнің Фалун Гонг дейтін тармағы Қытайда 2000 жылы билікті тартып ала жаздады. Бірақ коммунистер жағынан қанды жаныштауға ұшырады. Бұлай қарап отырсаң, осы Құдай ұрған елдердің барлығында діни секталар билікке таласады екен. Қазақстанда да сол. Ал әділдік орнаған, теңдік орнаған, заң салтанат құрған Еуропа, Америка сияқты елдерде саяси партиялар сауатты түрде саяси күреске аттанады екен. Халқы әрқайсысының қолында бір дауыс беру билеті бар. Олар жаңағы саяси партияларды солардың жарнамасына, ұстанымына, бұрынғы істеген ісіне, қазіргі жоспарына қарап таңдайды екен. Ал Құдай ұрған диктатуралық елдерде, халқы надан, көріс оқыр елдерде, саяси сауатсыз елдерде сол діни ұстаздар, діни секталар, сол дін тонын жамылып саясатқа келеді екен. Жаңағы мен айтқандай, уахабистер билікке келсе, сақалының көптігіне, ұзындығына қарап кадр таңдайды дегендей, анығында сол Құдай ұрған коррупцияға батқан монархиядағы елдердің барлығы, әділетсіз елдердің барлығы, халқы саяси көріс оқыр сауатсыз елдердің барлығы сол діни топтардың жетегінде кетеді екен. Еуропа, Американы қара, Жапонияны, Оңтүстік Кореяны қара, Сингапур, Тайванды қара, Аустралия, Жаңа Зеландияны қара, тұтас Еуропаны қара, Америка, Канаданы қара. Саяси сауатты халықтар осының бәрі. Ал осы халықтар билікте кімнің отырғанын, оның бұрынғы саяси еңбегіне, қазіргі саяси ұстанымына қарап, саяси сипатына қарап таңдайды. Ал Құдай ұрған халықтар сол діни ағымдардың жетегінде кетеді. Қазақтар ақшта көп па дейді. Ақшта қазақ бар, 80 мың қазақ бар дейді. Бірақ саны бар да сапасы жоқ. Қашып пысып келген қалың алаяқ, сүмелек қаптаған қалың қазақ ол қанша екендігін мен білмеймін. Бірақ бұрынды соңды визамен келген, оқумен келген қалың қазақ бар. Оның барлығы анығында сол ақштағы жақсы өмірді қимай, сол ақшта өтіріктен Қазақстанда саяси қорлық көрдік. Қазақстанда айттық, биттік, тіпті Қазақстанда қыз текедік, Қазақстанда голубой болып, қазақтар міне ереуіл өткізіп, содан қорқып, Америкада саяси баспана сұраймыз деп, біразы сөйтіп саяси баспана сұрап жүр. Бірақ олардың барлығы Қазақстанда ешқандай қудалауы да көрмеген, белсенділігі де жоқ. Америкада бұл қазақтар енді анығын қарасаң жаның ашиды, бейшара. Ол Америкаға келген қазақтың бәрі әулие болып кетеді деген емес. Адамдар ғарышты зерттеген кезде, ғарышқа ракета ұшырған кезде ең алдымен адамды ұшырсақ өліп қалу мүмкін деп итті ұшырған. Сол ғарышқа ұшқан мысықта, итте ғарышқа ұшып қайтып келгеннен кейін аяқ астынан әулие ит, әулие мысық болып кеткен жоқ. Сол боқ жейтін ит болып қалды, сол ұшқан жейтін мысық болып қалды. Сол Қазақстанда жүргенде де сүмелек қазақ, Америкаға келгенде де сол сүмелек қазақ қалпы қалады. Шекарадан аттай салғанда ғарыштан бір сәуле түсіп, оның есек миына, шошқа миына аяқ астынан бір өзгеріс болып, бір-ақ күнде демократ болып, американды қазақ болып кетеді деген әңгіме жоқ. Ол сол Қазақстанда жүргенде қандай шошқа бас болса, қандай есек бас болса, Америкада да сол есек бас, шошқа бас қалпы жүр. Міне, жер сатылады деді, бір қазақ митингге шықты ма? Қытай, визасыз Қытайды қаптады, бір қазақ митингге шықты ма? Соғыстан өтірік қашқан, өтіріктен фейк қашып келген 5 миллион орыс қазақ жерін басып қалды, бір қазақ митингге шықты ма? Өткенде ана Бишімбаевтың қатыны кезінде қатындардың құқы деп қалың маймылдар шыға қалды. Сол екен саяси белсенділігі. Ертең егер Трамп билікке келіп, осы
Америкада қалың иммигрантты қуатым болса, сол бірінші кезекте соның офисінің қасында ерікті болып мен жұмысқа тұрам. Ешқандай саяси белсенділік жоқ. Жаңағы тек Америкада жаңағы айлық жақсы екен, жұмыс жақсы екен. Осы Америкада жұмыс істеп, сол жамбағайық деп өтіріктен жаңағы фейк аппасия болып, қатынның көйлегінің астында жатып тоқайып тұқылатайық деп қоятын сүмелектердің бәрін бытырлатып, паспортына қара таңба басып, сол Қазақстанға қудыру керек. Ол Америка дейтін демократияның туыстаушысы болған, бүкіл дүние жүзінде зұлым орыс, зұлым Қытай, зұлым Иранның тежеушісі болып тұрған бұл елдің қасиетті топырағын басуға бұндай арамза ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүретін бұндай шошқабас есекбас қазақтардың көк тиындық құны жоқ, керегі жоқ оның. Олардың Америкада жүргендің де қажеті жоқ. Америкада жүрдің бе, Америкада тұрдың ба, осы жерде бірдеңе үйреніп қалпыңа, қазағыңа бірдеңе істеп қалсаң сен, саған жарасады. Ал мына жерде жүріп ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүрейік, тигр тоқайып қорай берейік деген оттаубай болдың ба, онда сені сол Қазақстанға аман есен қайтарғанның өзіне разы болып қуан. Тіпті бұндайларды биліктің маймылы титушкасы екендігін анықтап, тіпті түрмеге тығып тастаса да артық болмайды. Мысалы, міне осыдан 2-3 күннің алдында 100 бірдеңе адамды Америка жаңағы шекара бар ұлттық қауіпсіздігі арнайы ұшақпенен жалдап, арнайы ұшақпенен Қытайға шығарып салды. 100 бірдеңе адам, нақты саны есімде жоқ. Алдыңғы жол бір рет сөздім. Мына осымен екінші рет. Неге? Бұл Қытайлардың барлығы өтірік. Қытайда ойбай компартияға қарсы болып едік, ойбай Қытайда қамалып едік, сотталып едік деп Америкаға қашып келіп саяси жаңағы баспана сұраған. Анығында жоқ. Сол Америкадағы тегін медицина, тегін оқу ағарту, тегін шарт жағдай жаңағы соны аңсап жаңа Америкаға келіп жаңа бақытты баяшатты өмір сүреміз деп қашып келген алаяқтар болған. Соны 2 ұшаққа тиеп, міне осы бір аптаның алдында 2-ші ұшақты ұшырып жіберді. Сондықтан алдағы уақытта егер мен Камаланың жеңсе екен деп тұрмыз, бірақ Камала жеңіліп, Трамп жеңіп кеткен күнде де сол Америкадан бытырлатып жаңағы сияқты есекбас шошқабас Америкада жасамауға тиісті қазақтың бәрін бытырлатып Қазақстан қайтару керек. Сол Қазақстанда, сол құрттар, сол бірін шұқып, сол жерде жаңағы елбасы жасасын, Тоқаев жасасын деп, ана сектабастардың артында жүріп. Міне Америкада қазақтар туралы сұрасаң, менің айтатыным осы. Бұл жердегі қазақтар, Америкада қазақтар. Наурыз десе жиналады. Шетін шегетін бас қосу болса жиналады. Жаңағы 5 литр, 10 литр жуан, мұна тура менің жаңа қарнымнан жуан бөтелкелерменен бір өзі $500 арақты алып алып, деп қыздар барда ішіп, ол жерде мал болып, шошқа болып қалып, артынан оны қара зеңгі ма, іспиті бар ма, кім итеріп кетті, қақысы жоқ. Тряпка болып жүрген қыз жетеді Америкада. Тряпка болып, шүпірек болып, жаңағы барда жүріп, қазақтың қызы қол жетімді деп, үндістер, таксилер, убырдың отырған таксилерге отырсаң айтады, ыржың етеді үндістің. Ана үндістің жүнтөстері де қарт. Неге? Ең арзан, ең қол жетімді. Бетіне қарап ыржиып қойсаң болды, бір кафеге апарып, 2 сыра әперсең болды, ең арзан әшейін. Ано Қытайдың жезөкшесіне барсаң $100 жұмсайды екенсің де, қазақтың жаңағы әке шешесі қызым Америкада оқып жатыр деп Америкаға жіберген қызы жаңағы 2 бөтелке сыраға болды. Ана жүнтөс сасық, жүнтөс шошқа жейма, сиырға табына ма, кім діні, кім қақысы жоқ, сол күні бір түндік қатыны болып кетеді. Сөйтіп батасын алып үлкен кішілердің әсіресе шал-шауқан, сол шіреген, құрттаған, бүкіл жер елімнен қашқан, пысқан жаңағы қатын сыраған, қалың сүмелек безіп келген, жер елімді кезген алаяқтардың бәріне қор болып жүрген қазақ жетеді. Сенбесеңдер, инстаграмдарын қараңдар. Дастархан салады. Сосын Қазақстаннан бір есекбас әнші келеді. Басында грамм миы жоқ, қазаққа қалқына айтатын сөз жоқ. Сосын не келеді? Ол үлкен сахнада мына Майкл Джексон айтқан сахнада, олар сол сахнада $1 миллион алатын ақшасы бар ма? Жоқ, біреудің, бір орыстың ба, украинның ба, бір грузинның ба, бір шарапханасын алады. Әгінің бір түндік шарапханасының бір түндік жаңа жалақысы $5,000 ма, соны жаңағы 50 жігіт бірігіп әрқайсысы $100 беріп әгіні алады да. Сосын жаңа Қазақстанда жүргендегі ана есекбас панограммасын алып келеді. Деп аңырайды жаңағы. Деп аңырайды, соған деп жаңағы менің қарнымнан жуан жаңағы арақтарды алып мәз болып, Флоридадан Вашингтонға, Нью-Йорк ұшып келіп, сол қалың есекбас қазақ, сол Қазақстанда жүргенде де есекбас шошқабас қазақ, сол бір есекбас әнші депті деп қырылады. Сосын ана бір әнші келеді, екінші есекбас келеді. Ол да бір үлкен сахнаға барып Американың халқы тыңдады деп мақтанып Қазақстанның сайттары жазады. Атаңның басы. Ол Америкада сенің әніңді тыңдайтын қазақ жоқ, сен ағылшын тілінде айтпасаң. Ал біздің есекбастар ағылшын тілінде ән айтатын деңгейге жеткен жоқ. Қазақстандағы есекбастар. Біздің әнші атаулы негізі тума топас болады. Ол екіншіден ағылшынша білмейді. Білді деген орысша айтады. Америкада орысша айтсаң сені бір жеріңе де сүртпейді.
Содан сол өңкейген жаңағы Қазақстанда жүргендегі уғымдаш уғым болып жүрген жындылары келеді, сосын бір орыс пен украинның бір тар бір барыма бірдеңкесін алады, сонымен бір күн ылығып мас болып жаңағы таңертең тұрғанда қараса сол жаңағы сөйтіп жүрген қазақ, сосын КамАЗ айдайды. Енді бәрі қуғынбай болып кеткен жоқ, бірақ мені күйдіретіні бұлар сол наурызда бас қосады, жаңа жылда бас қосады, өтіріктен бір өтірік патриот сымақтары бар, ешқашан билікке қарсы бір ауыз сөз айтпайтын, бір пикетке, бір митингке шықпайтын, Қазақстанда ұлттың басына қауіп төніп тұрған неше түрлі мәселеде бір көзқарасын айтпайтын өтірік фейк белсенді сымақтары бар. Болды. Сосын Қазақстанның Америкада, Вашингтондағы осы мына ана жерде тұрған елшілігі менен Нью-Йоркта тұратын консулдығынан шықпайтын, сол елшілік пен консулдықтан тиісті тиын тебен алып жүретін қалың сүмелектерге алданған сол жастар бар. Сосын былайғы біраз аңқауы бар, сол КамАЗ айдайды, таксист болады, ур болады, жаңа қара жұмыс істейді, жаңа электрик болып, анау мынау болып, неше түрлі салада жұмыс істеп жүрген жастар бар. Олар сол ақшасын тауып ана жақта қиналып жүнжеп жабақ ішіп жүрген әке шешесіне бауыр туыс-туғанына көмектеседі, олар бар. Ал енді жаңа байшыкеш байлардың балалары бар. Осы Американың өзінде жүріп сотталып кеткен қазақты білесіңдер, иә? Анау бір шешен бір теракті жасайды ғой, анау Атлантада. Соны теракті жасайды, ана топас қазақ шешенмен дос болғандық үшін оның ноутбугын жасырады, сосын оның шешенмен братчика болу деген мәртебеде. Менің досым шешен десе, жақсы да, топас қазақ, ана советский миымен жүрген, есекте өп кеткен советский сасық миымен жүрген Америкада оқысады. Ол бір депутат пе, әкімнің бол, ең соңында сотталып Америкада сол қылмыскердің қылмысын жасырған жаңағы затын сақтаған деп сотталып кетті. Сол қазір түрмеден босап Қазақстанға қайтты ғой деймін. Сол кедейлер жүр жанын бағып, жаңағындай жиын той емес, $1 2 қылып сол әке шешесіне, қатын бала шағасына жіберіп, қара жұмыс істеп жан таласып жүр. Енді біраз IT мамандар бар, олар сол Американың жаңағы IT компанияларында жұмыс істеп жақсы жалақы алып жүр. Бірақ олар да IT-да мықты болғанмен саясатта сауатсыз. Олар неге мен Америкада жүрмін, неге елдің бәрі өз елінде жақсы жұмыс істеп жүр, мен немене қаңғып Америкада жүрмін деп ойламайды. Мысалы, осы Америкада жүріп елбасын мақтап, Тоқаевты мақтап жүрген есекбас бар. Соның талайын айттық, талайына кезігіп айттық. Енді елбасы аман айтты, бізде соғыс жоқ қой дейді. Атаңба сен немене тентіреп жүрсің, не істейсің? Анау тамақтасып жүр, мынау бірдеңе болып, мынау бір құрылыс компаниясында жүр. Сені тентіретіп жүрген сол елбасың ғой, сол Тоқаев қой. Білмейді, саяси сауатсыз надан. Егер Қазақстанда мұнайының байлығын, егер осы ұры қарақшылар ұрламағанда, қазақтар шетелде тентіреп жүрер ме еді? Сен Қазақстанда қайыршы болып жүрер ме едің? Қиналып жүрер ме едің? Жер әлемде жоқ. Кредитті алар ме едің? Неге Қазақстанда зұлымдық? Неге әділетсіздік? Неге қайыршы болып қазақтар жүр? Қазір мына әншілер мынау сахнадан қайтып, бетінің ажары қайтып, жұрттар өңкей жастарды тойға шақыратын болғасын, мына қараусыз сұраусыз қалған әншілер қазір бір қайыршы қазақты тауып алып, бір мүгедек қазақты тауып алып, ойбай жылу жинайық деп. Коронавирус қаптаған кезде елдің бәрі не ойнатып еді? Ұтыс ойнатты, машина ойнатты. Бүкіл ел солар әншілердің артынан ұтыс ойнап, машина ойнап кетті. Алды сотталды. Одан квартира береміз деді. Одан әзір жаңағы ақша жинап квартира алып беріп, оның жаңағы квартирасын беріп, былайға жарнамаға алып беріп, өзі де бай коттедждеп дубайшылап кетті. Енді кеп жаңағы бір мүгедекті, бір міскінді, бір пақырды сол әншілер жылу жинап жарылқаймыз деп жатыр. Бұнымен мемлекет айналысатын шаруа ғой. Әзір бәрі алаяқ болып кетті, бәрі ақша жасау, бәрі пиар жасау болып кетті. Алдыңғы жол мысалы су басып кеткенде халық наразы болады, ана әнші пәлен берді, мына әнші түген берді. Сол кезде мен жаңағы Нью-Йоркта болатынмын, сол кезде бір сөйледім. Әншілерді кінәламаңдар дедім. Су басқан, апат болған аймақты құтқаруға әншілер міндетті емес дедім. Неге? Ол мемлекеттің міндеті. Неге салықты жияды? Неге жер үсті байлығына мемлекет ие болып отыр? Мемлекет істеу керек. Оған ана әнші 100 мың беріпті, мына әнші 50 мың беріпті, мына әнші миллион беріпті деп халық шу-шыққан болып жатыр. Әншіде әкеңнің басы бар ма ол? Ол сол апат болған жерді құтқаруға сол әнші міндетті ме? Салықты сол жиюшы ме? Мұнайдың иесі сол ме еді, газдың иесі сол ме еді, мемлекетті сол басқарып отыр ма еді? Сондықтан халық мына болмайтын нәрсеге назарларыңды аудармаңдар. Мемлекетті басқарып отырған мына қарақшы билік апат болған жерде халықтың назарын басқаға аудару үшін тағы сондай тақырып тудырды. Осы жолы мысалы Талғарстан трагедиясында елдің бәрі ойбай жанар, ойбай Хасан деп шулады. Мен тағы да ренжіп, тағы да лекция сөйлеп тидім. Сонда Жанарың да, Хасаның да сол тақырып еді көтеретін. Сол ме еді қаңтарда қазақ оқытқан? Сол ме еді мұнай мен газың ұрлап 300 миллиардты Дубайға тығып отырған? Сол ме еді Дубайдан Жанар мен Хасан бекен сенің жаңағы баспасына ана депутат 30 үй, мына депутат 50 үй Дубайдан сатып алғандай? Солардың сондай ақшасы бар ма екен өзі? Сондықтан болмайтын тақырыпқа кіріспеңдер. Жанар да Хасан да маңызды емес ешқайсысы. Қазақ осындай трагедияның түпқайнарын Жанардан, Хасандан іздемей, анау Жан Ахмадидан іздемей, мына Талғарстан трагедиясы сияқты трагедияның, Қаңтар трагедиясының, Жаңаөзен трагедиясының, бүкіл ана қайта-қайта өртенетін 5 бала трагедиясының, осы сияқты бүкіл трагедияның артында мына зұлым Қанішер Назарбаевтық Тоқаевтық жүйе тұрғанын қазақ білу керек. Талқыласаң соны талқыла, сынасаң соны талқыла. Сынасаң соны сына, кінәласаң соны кінәла, айыптасаң соны айыпта, күреске шықсаң соған қарсы күреске шық.
Қайдағы болмайтын Қасан, қайдағы болмайтын Жанар. Ол талқылайтын тақырып емес. Саяси сауатты болайық. Өлгелі жатқан адамды докторға алып ұшып бара жатса, ойбай, аяғым шуашы жаман еді, аяғын жуып тастайын деген ақымақ қатын сияқты болмаңдар.